Сәлем достар, бүгін 7 сыныптың алгебра пәнінің 02 есебін шығаруын қарастырамыз. Сіздер осы видеоға лайк басып каналға тіркеліңіздер және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бірінші есебіміз 2/2-ден 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 2-ден 5 көбейту жақшаның ішіндегі аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 15-тен 2 азайту 3/6-тан 5 дегеніміз ол 6-дан 23 болады. Қосу 4-тен 1. Енді осы жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлімі 30. Сондықтан бірінші бөлшекке 2-ден, екінші бөлшекке 5-тен береміз. 2-ден 5 көбейту. Ортақ бөлімі 30 дедік. Сондықтан бөлшектің бөліміне 30-ты жазып қоямыз. Ал алымын есептейміз. 23-ті 5-ке көбейтсек 115. 115-тен 4-ті азайтсақ минус 111 шығады. Қосу 4-тен 1. Көбейтіліп тұрған бөлшектерде қысқаратын сандарды қысқартамыз, яғни 5 пен 30-ты қысқартып жіберуге болады. 6 және 1 қалады. Сонда минус 12-ден 111 деген бөлшек шықты. Оған 4-тен 1-ді қосамыз. Қайтадан ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлімі 12. Сондықтан екінші бөлшекке 3-тен, ал бірінші бөлшекке 1-ден береміз. Сонда бөлшектің алымында 111 қосу 3, бөлшектің бөлімінде 12 болады. Бөлшектің алымын есептейтін болсақ, минус 111-ге 3-ті қоссақ, минус 108 шығады. Бөлімінде 12. 108-ді 12-ке бөлсек 9, яғни есептің жауабы минус 9-ға тең. Екінші есепте минус 1/7-тен 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Ол минус 7-тен 8 болады. Ал келесі жақшадағы бөлшектерді ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 20, сондықтан бірінші бөлшекке 4, екінші бөлшекке 1-ді береміз. Бөліміне 20 деп жазып алып, алымын есептейміз. 4-ті 4-ке көбейтсек 16, 16-ға 9-ды қоссақ 35. Келесі жақшадағы аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 6-дан 41 қосу 4/3-тен 2-міз 3-тен 14-ке тең болады. Жақшаны жабамыз тең. Көбейтіліп тұрған бөлшектерді қысқартамыз. 7 мен 35-ті қысқартуға болады. 5 қалады және 1 қалады. Жақшаның ішіндегі өрнектерді ортақ бөлімге келтіреміз. Бірінші бөлшекке 1-ден, екіншісіне 2-ден береміз. 8 мен 20-ны қысқартамыз. 2 және 5 қалады. 5 пен 5-ті қысқартамыз. Орындарында 1 қалады. Сонда минус 2-ні көбейтуіміз керек. Бөлшекті 1-ден есептейміз. Бөлімінде 6, ал алымында 28-ге 41-ді қоссақ 69. 69 мен 6 екеуі 3-ке қысқартылады. 23 және 2 қалады. 2 мен 2-ні қысқартамыз. Орындарында 1 қалады. Сонда есептің жауабы минус 23-ке тең болады. Келесі есебімізде тағы да жақшаның ішіндегі аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 6/8-ден 3-міз ол 8-ден 51-ге тең. Азайту 2/4-тен 3 бұрыс бөлшекке айналдырсақ 4-тен 11 болады. Көбейту минус 4-ті дәл солай жазып қоямыз. 18-ден 7 көбейту 9-да 18 мен 9-ды қысқартып тастауға болады. 1 және 2 қалады. 7-ні 2-ке бөлсек 3,5 қосу 3,5 деп жазып қоямыз. Ендігі жақшаның ішінде бөлшектерді ортақ бөлімге келтіреміз. Бірінші бөлшекке 1-ден, екіншісіне 2-ден береміз. Ортақ бөлімі 8 болады, сондықтан бөліміне 8-ді жазамыз да алымын есептейміз. 51-ден 22-ні азайтсақ 29 шығады. Көбейту минус 4. Қосу 3,5. 8 бен 4-ті қысқартуға болады. Екеуі 4-ке бөлінеді. 2 қалады және 1 қалады. Енді 29-ды 2-ке бөлсек минус 14/5 шығады. Оған қосамыз 3,5-ді. Сонда есебіміздің жауабы минус 11-ге тең болады. Келесі 9/6-тан 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Ол 6-дан 55 болады. Бөлудің орнына көбейтуді қоямыз. Және келесі бөлшектегі азайтуды былай орындауға болады. 4/3-тен 1-ден 8 алу үшін 8-ден 4/3-тен 1-ді азайтуға болады. Шыққан санды теріс сан қылып аламыз. Енді бұл жерде 8-ді біз 7/3-тен 3 деп жазып алсақ болады. 3-тен 3 дегеніміз 1, 7 мен ол 8 болады. Азайту 4/3-тен 1. Енді бүтін бөлігінен бүтін бөлігін аламыз. 7-тен 4 азайтсақ 3, бөлшектен бөлшекті азайтамыз. 3-тен 1-ді азайтсақ 3-тен 2. Енді оны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол 3-тен 11 болады.
және біз осының теріс санын аламыз, яғни минус таңбамен. Сол себепті бізде көбейту минус 11-ден 3 болады бөлшегіміз. Қосу, келесі бөлшекте 24 пен 8-ді қысқартып тастауға болады. Екеуі де 8-ге бөлінеді, 1 қалады және 3 қалады. Сонда 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. Қосу 9. Енді көбейтіліп тұрған бөлшектерімізде қысқарту амалдарын жүргіземіз. 6 мен 3-ті екеуінде 3-ке бөлуге болады, 1 және 2 қалады. 55 пен 11 қысқартылады, екеуі де 11-ге бөлінеді, 1 және 5 қалады. 5-ті 2-ке бөлсек 2 жарым және минус таңбасы бар, минус 2 жарым. Қосу 9. Минус 2 жарымға 9-ды қосатын болсақ, есептің жауабы 6 жарымға тең. Осы есептерге байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, барлықтарыңызға жауап беремін. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, оңай математика каналы.